Құрметті қазақстандықтар, құрметті ағайын, биыл ұлы соғысына 75 жыл толып жатыр. Оны еске алмасқа болмайды. Менің аты-жөнім Баймағамбетов Тілеп Жұмаұлы, 1925 жылғымын. Биыл 65-ке толып жатырмын. Әкеміз Жұма Баймағамбетов 19 жылға дүниеге келген. Ұлы Отан соғысының майдангер, ардагері. Осы 75 жылдық Ұлы Отан соғысының жеңіс күніміз бәрімізге де құт береке әкелсін, құтты болсын, есте қалсын, ұмытылмасын. Аумин. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.